Бұл видеода сіздер трейдинг деген не сұрағына жауап аласыздар. Жалпы қазіргі таңда бізде трейдинг профессиясы немесе жұмысы қалай айтсақ болады, осы Қазақстанда өте популярны болып жатыр. Енді адамдардың көбісі ойлайды, оны білмейді, қалай жұмыс жасайды, одан қалай ақша табады, тез байып кетуге бола ма деген сұрақтар өте көп туындап жатады. Енді ол үшін бірінші біз трейдинг деген сөздің мағынасын түсінейік. Трейд деген не? Трейд дегеніміз бұл жалпы бізде бұл сауда. Яғни бір нәрсені екінші нәрсеге айырбастау. Жалпы айтатын болсақ, сіздер қазір трейдті күнделікті жасап жүрсіздер. Ол мысалы сіздер магазинға барып бір определенный бір товар алатын болсаңыздар, нан, сүт, су, колбаса не алсаңыздар да бұл сіздерде трейдқа саналады. Яғни бұл сауда немесе айырбастау. Бұл жалпы трейд бізде егер білетін болсаңыздар баяғы заманнан бар. Яғни бұрында қалай болған? Адамдар ақша болмас бұрын ең басында бізде бір определен заттармен ауысатын. Дұрыс па? Мысалы бір адам келеді, вот менде бір қап бидай бар, сен маған бір 5 килограмм темір бер деген сияқты мысалы. Сонда трейд деген бұл аспаннан түскен, болмаса бір жаңадан қалыптасқан нәрсе емес. Бұл бізде кәдімгідей экономиканың бір айырылмас бір бөлігі. Ал жалпы енді біздің қазіргі заманда айналысып жатқан біздің мына графикта көріп тұрғандарыңыздай трейд дегеніміз біз үшін тура сол алып сату, тек қана бұл жерде сіздер адаммен барып келісіп отырудың қажеті жоқ, клиент іздеп отырмайсыздар, и затты сатып алудың да қажеті жоқ. Бұл жерде сіздер бір кнопкамен аласыздар, бір кнопкамен сатасыздар. То есть бұл өте жеңіл тұр. А негізі біздің яғни осы акциямен, активтермен трейдинг бұл енді бізде қателеспесем 20-19 ғасырда пайда болған. Яғни бізде Америкада акция, облигация, инвестиция деген жалпы түсінік қалыптасқанда пайда болған нәрсе. Ол кезде адамдар не істейтін? Акция сатып алады, бір определенный компанияның бөлігі болып, соның инвестор болып келеді. Одан кейін ол не істейді? Акцияларды сатып жібереді. То есть тура осы нәрсе, бірақ бізде бұл қарапайым түрде болады. Енді жалпы бұл жерде сіздер қараңыздар, жаңа айтып кеткендегідей, сауда жасау именно процестің өзі алып сату тек бір кнопкамен аласыздар, бір кнопкамен сатасыздар. Клиент іздеп отырмайсыздар. Сонымен қатар көбісі ойлайды, бұл трейдингте біз тек қана алып и сатқанның арасында пайда көреміз деп. То есть мысалы сіздер 500 теңгемен алдыңыздар, 600 теңгемен саттыңыздар, бұл жерде 100 теңге пайда деп ойлайды. Бұл понятие дұрыс, бірақ бұл даже сіздер тек қана олай емес, оны күрделі түрде қарастырсақ болады. Мысалы сіздер 500-ден алып 600-бен саттыңыздар ма, сіздер бұл жерден 100 теңге емес, сіздер бұл жерден миллион теңгеде пайда көрсеңіздер болады. Бірақ бұл қалай жұмыс жасайды? Бұл жерде сіздер контрактқа байланысты. Егер сіздер көбірек алған сайын аз қозғалыстан, мысалы сіздер келдіңіздер, ручканы алайық, мысалға бір ручканы 100 теңгеге алдық, 200 теңгеге саттық. Пайдасы 100 теңге. Сіздер осы ручкадан мысалы 100 штук алсаңыздар болады, и соны 100 штук ручканы 200 теңгемен сатсаңыздар болады. Пайда уже 100 теңге емес. Бұл жерде де сондай принцип жұмыс жасайды. Сонымен қатар бұл жерде біз бағаның құлауынан да ақша тапсақ болады. Бағаның құлауынан қалай? Бұны біз қарыз ретінде алсақ болады. Мысалы алайық, сіздердің достарыңыз бар, ол iPhone сатумен айналысады мысалы. Сіздер келесіздер, iPhone-ды $1000-ға аласыздар. Бірақ дұрыстап түсініп алыңыздар. Сіздер $1000 қарызға алмайсыздар, сіздер iPhone-ды қарызға аласыздар. iPhone 17 мысалы. Қарызға алдыңыздар, айтасыздар, мен жарты жылдан кейін қайтарып берем дейсіздер. Жарты жыл өтеді, жарты жылда мысалы iPhone-ның бағасы $900-ге құлады. Сіздер келесіздер де сол iPhone $900-ға алып қайтарып бересіздер. Сонда сіздер iPhone-ды алып сатып жібердіңіздер. Мына жерде мысалы жылдың басында. Жылдың соңында iPhone қайтару керек, бірақ жылдың соңында iPhone бағасы уже $800. Сонда $1000-мен сатып $800-мен қайтарып беріңіздер. Пайда бұл жерде $200. Сонда сіздер бұл жерде бағаның құлауынан да ақша тапсаңыздар болады. Көбісі бұл моментті білмейді. Енді біз сияқты қарапайым адамдар бұл салада қанша ақша таба алады? Сразу айтайын, бұл жерде $100-дан $10,000, $100,000 жаса, бұл сказкаға жақын. Бұлай табуға әрине болады, бірақ бұл өте реткі кездесетін. И скорее всего бұл ақшаны сіздер шығара алмайсыздар. Өйткені бұл жерде уже басқа эмоциялар қосылады. Ал негізі математикамен қарайтын болсақ, енді біз бұл жерде профессионально жұмыс жасап жатқаннан кейін бізде есептеулер болады, дұрыс па? Бұл жерде біз пайданы процентпен есептейміз. Бірақ сіздер қорықпаңыздар, бұл процент былай қорқынышты проценттер емес, бір ауадан алынған. Процент былай, сіздер $100 салдыңыздар ма, сіздердің бір айлық мақсаттарыңыз 10% қосу. Мысалы $100-дың 10% бұл $10. Яғни сіздерде $10 қосу. $1000 болса, $1000-ға 10% қосу бұл $100. Солай кете береді. Яғни мысалы менде $1000 депозитпен бассам, мен айына $100-200 жасап отыра аламын. Бұл жерде самый главный принцип неде? Бұл жерде ең басты заңдылық бұл сіздердің депозиттарыңыздың көлемінде.
То есть бұл жерде барлық процентпен есептеледі. Бір сделка болуы мүмкін. Бірдей тура сол нәрсе, жаңағы мен сіздермен ручкамен пример келтірдім ғой. Сол сияқты бір адам жағдайы мысалы өзінің қандай өзіне позволить ете алады. 10 ручка сатуы мүмкін. 10 ручка алып, 10 ручка сатуы мүмкін. Бір адам 1000 ручкаға ақша жетуі мүмкін. То есть бұл сіздердің қалталарыңызда қанша ақша бар, қанша ақша қоса аласыздар, қанша ақша сала аласыздар, соған байланысты. Кейбір адамдар мысалы крупный суммамен кіреді, яғни мысалы $100 000 салатындар бар. Енді қараңыздар, процент өзгерген жоқ, процент 10% сделка өзгерген жоқ, тура сол сумма, тура сол пайда. Бірақ $100 000 оның 10% бұл $10 000. Көрдіңіздер ма? То есть біз қазір мына жерде 5 адам отыруымыз мүмкін, каждыйында әр адамда әртүрлі депозит, бірақ процент бір, сделка бір гектарға өтеттік. Бірақ соған байланысты бізде табылатын пайда да көбейіп отырады. Яғни енді егер реалистично қарайтын болсақ, сіздер $1000 салатын болсаңыздар, бұл айына сіздер $100-200 былай табуға болады. $100 салатын болсаңыздар, просто хотя бы как минимум адамдар на ход ноги шығарады. То есть бұл күніне $10-20, яғни бір 5-10 мың теңге, 15-20 мың теңге кете береді. Яғни бізде негізі өзімізде студенттер болды. Бізде 50 жастағыда, 40 жастағы, 60 жастағыда адамдар келіп отырды. Олардың результаттары қандай болды? Олар келді, күніне $100 болмаса бір $50 бастап отырады. Бір күніне салды, мысалы, $50 салып қойды. Күніне бір 10-20-30 шығарып отырды, болды. Наход ноги тамағына ары бері жүргенге жетеді, болды. Ол мен үшін жетеді дейді. Ол оған өмірін керемет қылып тастаған жоқ. Ол оған машина, пәтер алып тастаған жоқ. Бірақ как минимум ол өзінің табысынан бөлек дополнительный табыс тауып отыр. Сонымен қатар бұл өзінің кішігірім расходтарын жауып отыр. Сонымен қатар тағы да бір айта кетерім, ең часто айтылатын миф трейдерлар бойынша, адамдар ойлайды, трейдерлар таңертеңнен кешке дейін графиктің алдында отырады деп. Жоқ, бұл олай жұмыс жасамайды. Таңертең кешке дейін бүйтіп 24/7 графиктің алдында отырудың қажеті жоқ. Біз жаңа айтып кеткендегідей, рынокта алгоритмдар бар, өзінің заңдылықтары бар. Ол постоянно жүріп отырмайды. Біз сол моменттерді білеміз, закономерностьтарды білеміз, сол моменттерде ғана кіріп, сол моменттерде шығып кетеміз. То есть бұл жерде біз каждый құлаған кезін, көтерілген кезін әр момент ұстап отырмаймыз. Бұл да өте көп таралған миф. Олай сауда жасау бұл қателік. Біз как трейдер ретінде өзіміздің көріп тұрған ситуацияда кіреміз, көрмей тұрған ситуацияда кірмейміз. Ол мысалы қарапайым саудамен пример келтірейік. Мысалы қарбыздың ситуациясын алайық. Мысалы сіздер көрдіңіздер, бізде қазір жалпы көктем, жазға таман май кезінде не істейді? Қарбыздар келіп бастаған кезде олардың бағалары космический болады. Килограммын бәлемай теңгеден сатады. Соңында сіздердің қарбыздарыңыз бір 5000, 4000, 3000 теңге. В общем, қымбат бағада шығады бір қарбыздың өзі мысалы. Сіздер не істейсіздер? Сіздер сатып алмайсыздар. Мысалы, егер сіздер бизнес жасағыларыңыз келетін болмаса, просто қарапайым жеу үшін. Сіздер не істейсіздер? Күтесіздер, қарбыз арзандады, арзандан кезде сатып бастайсыздар. Бұл жерде тура сондай ситуация. Сіздер әрдайым бүйтіп кіріп отырмайсыздар. Сіздер ситуацияны күтесіздер, ситуация кіресіздер, болды, все. И ол ситуацияны күту үшін де таңертең кешке дейін отырудың қажеті жоқ. Бұл жерде барлығы дайын тұр, определенный бағаны күтесіздер. Мысалы, қарбыздың бағасы килограммы 50 теңгеге түскен кезде, мысалы, маған будильник келсін дейсіздер, болды. Бұл жерде тура сондай ситуация. Определенный баға келген кезде сіздерге сообщениялар келеді, болды. Сіздер сол моментте сделкаға кіресіздер деген сияқты. Бұл жерде барлығы оңайтылған. Оңай түрде сауда жасайсыздар. Барлығы қазір вообще жеңіл түрде. Кезінде мен сіздерге айттым ғой, трейдинг қашан пайда болды дедім. Трейдинг 20 ғасырда қандай түрде болды? Ол кезде адамдар контораға баратын. Контораға отырады, мынандай тақтай болады. Тақтайға өздерінің бағаларын жазып отыратын. То есть котировка дейді. Котировкасын оның 5 минут сайын, 10 минут сайын кәдімгідей бормен жазып қояды. Сол жерге барады, адамдар сатып алса сатып алады, сатып алмаса сатып алмайды. Оны кәдімгі қағазбен жазып отырады, оны күтеді, оны еще білмейді, в реальном времени көріп тұрмайды, котировканың қозғалып жатқан. Біз сияқты графикте біз көріп отырамыз. Дәл қазіргі секунд сайын қайда болып жатқан бағаны. Ол кезде 5-10 минут, а то 1 сағаттап отыратын күтіп. Қазір ондай емес. Келдіңіздер, бағаны көрдіңіздер, ұнап тұрма, сатып аласыздар, сатасыздар. Ұнамай тұрма, кірмейсіздер. Болды. Енді сіздер трейдингтегі не сұрағына жауап алдыңыздар деген ойдамын. Бұл бізде жай ғана кіріспесі. Ары қарай егер сіздерге қызықты болып жатса, менің YouTube және Telegram каналыма өтсеңіздер болады. Тіркеліп қойыңыздар. Ол жерде жаңа сабақтар болады, бүкіл информацияны беремін және тегін сигналдар да беріп отырамын. Және нарықтағы ситуацияларды өзім өз тілімен қарапайым тілде түсіндіріп беріп отырамын. Және қорықпаңыздар, мен ешқандай курс сатайын деп жатқан жоқпын. Неге? Себебі қазір енді өзім негізі патриотпын, өзім қазақ үшін жанып тұрам.
Америкада, ойлаңыздар, бағанадан бері айтып отырмын, Америкада бұл 20 ғасырда пайда болған Қазақстан, біз енді ғана кіріп келе жатырмыз. Қазір нарықта өздеріңіз егер оқуларыңыз келсе, неше түрлі курс көресіздер, оның жартысынан көбі 90% инфо-цыган болып шығады. То есть ютубта бар нәрсені просто өздері түсіндіріп бере салады. Ешқандай артық мәлімет алмайсыздар. Мен сол үшін сіздерге просто бесплатно беремін, сіздер дамуларыңыз үшін. Маған тек сіздерден қолдау керек, коммент, поддержка, любой нәрсе өздеріңіз қолдау берсеңіздер болды. Егер маған сондай қолдау беріп отырсаңыздар, менде де мотивация болады, сіздерге жаңа білім беріп отырамын тегін түрде. Сондықтан егер видео ұнаса, тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Егер өздеріңіздің достарыңыз, туыстарыңыз, жақындарыңыз осы трейдинг саласына қызығып жүрсе, ақша тапқысы келіп жүрсе, осы видеоны жіберіп қойыңыздар. Ешкім мұны тегін түрде бермейді. Көріп дамыңыздар.